Серпімділік күші. Бірінші есеп. Суретте серпімділік күшінің деформацияға тәуелділік графигі берілген серпенің қатаңдығын табыңдар. Алдымен біз графикті талдап аламыз. Графикте y өсінде f серпімділік күші берілген, ал x өсінде x деформациясы берілген. Серпімділік күшінің формуласын жазамыз. F серпімділік күші тең k x-ке тең. Осыдан есептің сұрағы бойынша k қатаңдылыққа есебін табатын болсақ, f серпімділік күшінің x-ке тәуелділігін аламыз. Және графиктен ең әдемі шыққан серпімділік күші мен x-тің бір-біріне тәуелділік мәндерін аламыз. Ол 10 ньютонға деформацияның 0,1 метр мәні сәйкес келеді. Сонда 10 ньютонды 0,1 метрге бөлсек, 100 ньютон бөлінген метр. Есептің жауабы серпенің қатаңдығы 100 ньютон бөлінген метрге тең. Нөмір екінші есеп. Оқушы сол жақтан суреттегідей аспаптарды жинап, 0,1 килограмм массалы денені ілді. Оң жақтағы суретте ол көрсетіліп тұр. Серпенің қатаңдығын анықтаңдар. Жауабын ньютон метрмен беріңіз. Екінші өдеуін 10 метр секунд квадрат деп алыңыз. Есептің берілген жазамыз. X1 тең 2,5 сантиметр. Бұл серпенің созылмай тұрғандағы деформациясы, яғни сызғыштың бойынан сәйкестендіріп тауып аламыз. X2 тең 7,5 сантиметр. Бұл серпегі жүк ілгендегі серпенің созылуы кезіндегі деформациясы. Сызғыштың бойынан тауып аламыз. Және ілінген жүктің массасы m тең 0,1 килограмм. Серпенің қатаңдығын k-ны табу керек. Тағы да серпімділік күшінің формуласын жазамыз. F серпімділік күші тең k дельта x. Бұл жердегі дельта x x1 минус x2-ге, яғни деформациялардың айырмасына тең. Осыдан орнына қойып мәнін тапсақ, дельта x тең 7,5 сантиметр минус 2,5 сантиметр тең 5 сантиметр. Ол 0,5 метрге тең. Енді біз серппеге жүк ілген кезде ол жүк ауырлық күшін түсіреді, және тыныштық күйде тұрғанда серпімділік күші мен ауырлық күшін бір-біріне тең деп қарастырамыз. Осыдан серпімділік күшін F серпімділік күші тең mg-ға теңестіреміз. Енді осы k дельта x тең mg формуласынан k-ны табамыз. K тең mg бөлінген дельта x. Орындарына сан мәндерін қойып есептейміз. Сонда 20 ньютон бөлінген метр шығады. Серпенің қатаңдығы 20 ньютон бөлінген метр. Үшінші есеп. Суреттегідей берілген жүйеде m жүктен және 600 грамм жүкті шешіп алғанда серпе жиырылып, екінші суреттегідей тепе-теңдікке келеді. Серпенің қатаңдығын табу керек. Бұл жерде блокқа бір жағына серпе ілінген және серпе деформацияланып тұр, және жіп арқылы блоктың екінші жағында m дене және 600 грамм ілінген бастапқыда, басында. Енді есептің шарты бойынша осы 600 грамм жүкті шешіп алғанда серпе жиырылады. Осы кездегі мәндерді қолданып серпенің қатаңдығын табу керек. Бірінші блокты біз тепе-теңдіктегі иіндік ретінде қарастырамыз. Блоктың екі жағындағы арқаның тарту күші бірдей деп таңдап алынады. Бірінші жағдайдағы блок үшін теңдеуді жазамыз, яғни ауырлық күші мен серпімділік күші бір-біріне тең деп. Сонда бірінші жағдайдағы ауырлық күші бұл m жүк пен 600 грамм жүктің массаларының қосындысын g-ға көбейтеміз, тең k дельта x1. Бастапқыда серпе қатырек деформацияланып тұрған, сондықтан дельта x1-ге деп аламыз. Екінші жағдайдағы блок үшін жазсақ, mg тең k дельта x2-ге. Екінші жағдайда біз 600 грамм жүкті шешіп алып тастаймыз, сонда mg тең k дельта x2. Екінші жағдайдағы серпенің деформациясы дельта x2-ге тең болады. Осыдан k қатаңдық коэффициентін табамыз. Ол 0,6 килограмм көбейтілген g-ға бөлінген дельта x1 минус дельта x2-ге тең. Орындарына сан мәндерін қойып есептегенде қатаңдық коэффициенті 600 ньютон бөлінген метр екені шығады. Есептің жауабы 600 ньютон бөлінген метр.